Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен жұмсақ, дәмі тіл үйіретін белашидің рецептімен бөліскім келеді. Алдымен қамырын ашытып аламыз. Ыдысқа сүтті жылытып құямыз. Жылы су құямыз. Қант саламыз. Дрожжи саламыз. Жақсылап араластырамыз. Тұз саламыз. Ерітілген май құямыз. Жұмыртқа саламыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді аз-аздан ұн салып, қамыр илейміз. Қамыр мынадай жұмсақ болу керек. Енді бетін жауып, қамыр көтерілгенше 40 минутқа қойып қоямыз. Тартылған етке пиязды жуып, аршып, ұсақтап турап саламыз. Тұз саламыз. Бұрыш саламыз. Барлығын араластырамыз. Міне қамыр мынадай болып көтерілді. Енді бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Менде 18 бөлік шықты. Енді жеке-жеке осылай домалатып қоямыз. Енді бір-бірлеп алып, дөңгелетіп жаямыз. Енді ортасына тартылған етті салып, жаямыз. Жан жағын домалатып жабамыз. Сонда міне мынадай болады. Дайын болған белашилердің үстін май қызғанша жауып қоямыз. Табаға көбірек май құйып қыздырамыз. Қызған майға белашиді төмен қаратып салып, қызартып қуырамыз. Енді екінші жағына ауыстырып, ортасына кішкене май құйып жібереміз. Енді ыдысқа сол қалпында қозғалтпай түсіріп аламыз. Міне белашилер дайын болды. Керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.